Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге ұстаз арнасы каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қызықты онлайн сервиспен таныстыратын боламын. Оның мақсаты сыныпта тыныштық орнату. Сол мақсатта қолдансаңыз болады. Бұл ағылшын сайты. Сіздер Яндекске немесе Google Chromeға іздеу жолағына Bouncy Bells деп жазасыздар осылай. Мынау тұрғандай жазасыздар. Және сіздерде бірінші осындай шығады, осының үстін басасыздар. Сол кезде сіздерде осындай бет ашылады. Және бұны орыс тіліне аударып аламыз. Начинай бригады дегенді басамыз. Міне, енді қарасаңыз, мына жерде микрофон және мынау сол дыбысты күшейтетін, азайтатын, мынау тұрған пластмасса ойыншықтардың сандарын көбейтіп азайтады. Астында мысалға мына пластик, келесі осындай смайликтер бар, сандар бар, көпіршіктер және мынандай көздер бар. Қалағаныңызды таңдап қойсаңыз болады. Мысалға мен пластикті таңдайын, шариктерді. Ал мынау тұрған үшінші, бұл осы шариктердің санын көбейтіп азайтатын. Міне, осылай көбейтіп азайтсаңыз болады. Мынау тұрған дыбысты күшейткіш. Микрофонды қосамыз. Микрофон үстін басып шеттеңіз, микрофон қосылады. Ал енді бұны осылай жасап болғаннан кейін, мысалға балалар тапсырма берген кезде, бұжығы-тыжығы орындаған кезде осыны қойып қойсаңыздар болады. Егер балалар сөйлеп, тыныштық сақтамайтын болса, осы шариктер қимылдайды. Әрі балаларға қызықты, әрі осы арқылы балалар тыныштанады. Мысалға, тексеріп көрейік. Көрдіңіздер ме, музыка шыққан кезде, дыбыс шыққан кезде шариктер қимылдайды. Мысалға, смайликті таңдап көрейік. Қазір дыбыс шыққан кезде бұлар қимылдайды. Мен сөйлегеннің өзіне бұлар қазір қимылдап жатыр. Не көрдіңіздер ме? Дыбыс шықса, осылай қимылдайды. Егер тыныш отырған кезде, ол қимылдамайды. Осыны сыныпта қолданып көрсеңіздер болады. Сіздерді пайдалы ақпарат бердім деп ойлаймын. Егер каналға жазылмаған болсаңыздар, жазылып кетіңіздер.